Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте нәзік және өте оңай дайындалатын торттың рецептісімен бөлісемін. Өкінішке орай бұл торттың кесіп көрсете алмаймын. Себебі бұл тортты мен сыйлыққа жасаған болатын, бірақ сіздерге 100% ұнары сөзсіз. Бұл тортқа бізге творог қажет, яғни сүзбе. Біз оны блендермен езіп аламыз, немесе шаншықпен езсеңіз болады. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаларды жарып аламыз. Сосын үстіне қант қосамыз және ерітілген сары май қосамыз. Сары май ыстық болмауы тиіс, себебі жұмыртқалар пісіп қалуы мүмкін. Сосын жақсылап араластырамыз. Сосын алдын ала езілген сүзбемізді салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Бізде бір келгі әдемі масса шығу керек. Дайын болған массамызға електен өткізілген ұн мен қопсытқышты 2 немесе 3-ке бөліп, салып, жақсылап араластырып, бір келгі қамыр илеп шығаруымыз керек. Дайын болған қамырды целлофанға немесе пищевая пленкаға орап, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Осы уақыт аралығында біз кремімізді дайындаймыз. Бізге отқа шыдамды, асты қалыңдау ыдыс қажет. Жұмыртқаларымызға қантты салып, жақсылап аппақ боп 2 есе ұлғайғанша осылай жақсылап араластырамыз. Үстіне сүтімізді құямыз және ұнымызды саламыз. Оны да жақсылап араластырып, отқа қоямыз. Отымыз ең баяуда болу керек және кремнің дайын болғанын қайнап қойланған кезде байқаймыз. Үздіксіз осылай араластыру арқылы астына жабыспауға көмектесеміз. Сосын дайын болған кезде сары майымызды салып, тағы да ерігенше жақсылап араластырамыз. Кейіннен оттан алсаңыздар болады. Осылай пищевая пленкамен бетін на контакт жауып, суытамыз. Қамырымызды бірдей 9 немесе 10 бөлікке бөліп, ұн себу арқылы әр қайсысын бөлек-бөлек жайып аламыз чұқалап. Сосын пергамент қағазы төселген противеньге қойып, кольцомен формасын кесіп аламыз. Немесе кольцоңыз болмаса тарелкамен кессеңіз болады. Сосын пешке 180 градуста 5-7 минут пісіріп аламыз. Енді тортымызды жинаймыз. Мен тортты жинау үшін арнайы кондитерлік кольцоны қолдандым. Сізде бұл кольцо болмаса, жай әшейін жинасаңыз да болады. Ең алдымен коржды саламыз, сосын 4-5 ас қасық крем, сосын тағы да корж и тағы да крем. Осылай қайталау арқылы барлық корждарымызды, яғни тортымызды жинаймыз. Тортымызды жинап болған соң біраз уақытқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Сосын артық қалған корждарды осылай целлофан пакетке салып, оқтаумен езіп аламыз. Немесе блендермен де езсеңіздер болады. Бізде осындай кішкентай немесе үлкенді размерлерде болу керек. Сосын бұл крошкаларды себу немесе жабыстыру арқылы тортымызды жинаймыз. Ал енді тортымызды әсемдейміз. Мен бұл жолы малинаны қолдандым. Ал сіздер өз қалауыңызша әсемдесеңіздер болады. Құлпынай немесе шоколадпен әсемдесеңіздер де болады. Тортымызды біз тоңазытқышқа кремі сіңу үшін 4-5 сағатқа қойып қойымыз қажет кемінде. Немесе бір тәулікке қойсаңыздар да болады. Мінекей тортымыз дайын. Бұл өте нәзік, өте дәмді торт. Сіздерге міндетті түрде осыны дайындауға кеңес беремін. Менің рецептім ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар.